Сәлем достар, сендермен Уәли кәсіпкер. Бүгін ерекше бейне. Жиі бола беретін нәрсе емес, әсіресе Канадада. Мынандай ковидке қарсы, ковидтік шараларға қарсы шығып жатқан қара халықтың наразылық акциясы. Жалпы бұл акция Оттавада, осы Канаданың астанасы Оттавада болып жатқан бостандық конвойы деген шеруіне қолдау ретінде басталған нәрсе. Қазір өзінше бөлек бір митинг болып кеткен сияқты жақындап келе жатырмыз. Жиналуға келіскен жерге жақындап қалдық. Осындағы наразылық акцияның ұйымдастырушылары айтқан жерге келіп қалдық. Адамдар толып жатыр. Әлі көбісі кеткен жоқ. Наразылықтың басталуы ғана түсінгенім бойынша. Қазір жақындаймыз. Шаршаған болу керек. 2 жыл болып қалды, я. Премьер-министр болғандықтан, премьер-министр соған қарсы шығып жатыр. Ал ол болса, халықтың арасында азын-аулақ кішкене ғана халық болып қарсы шығып жатыр дейді. Мен естіліп жатыр ма екен? Білмедім енді. Жалпы келіскен жерлері алдымыздағы парк болатын еді. Анау бағдаршамның ар жағында парк орналасқан. Бірақ мен түсінгенім бойынша паркке сыймайды. Мына жерге келіп тұр. Жолдың бәріне жауып тастаған. Қарап тұрсаңыздар, адамдар күлімдеуде. Барлығы бір-біріне жүздері ашық, маска жаппаған, беттерін жаппайды, балалармен шығып жатыр. Осылай бейбіт түрде наразылық білдіріп жатыр. Барлық жерде Канаданың тулары, жалаулары, арасында ақштың жалаулары да бар. Шеру басталды, ақырындап осы жерден қаланы бір айналып шеру жасайды. Шеру жүрсе өте ме екен? Шеру емес, осындағы акция болып кететін сияқты ғой. Мінекей арасында полиция да бар. Бірақ қолдарында қарулары бар. Бірақ халыққа қарсы ешқандай әзірге таман ешқандай агрессия көрсетіп жатқан жоқ сияқты. Көбінесе осындағы тәртіпті сақтауға келген сияқты.
Трюдо кет дегендей жазулар айтып жатыр. Біздегі ашық сияқты бакс. Бостандық дейді. Бостандық мандаттарды тоқтатыңдар дейді. Мандат деген міндетті егулер және осындағы жүруге шектеулік, жүру бостандығына шектеуліктер маска тағу дегендей шараларды мандат деп атайды. Yeah, buddy. Yeah, this is where most people are. Funny. Қолдап жатыр. Бұл жалпы Канадаға тән нәрсе емес, өйткені соңғы жылдары әсіресе Канадада саяси ахуал өте бір қалыпты болған. Осы шаралардың басталуына дейін барлығы осындай бір қалыпты, өзгеріссіз деп ойлаған. Алайда халықтың жиналғаны ашуы соншалықты, тіпті осындағы Канадада да адамдар қарсы шығып жатыр. Айдадыр, почему тут? Макдоналдс! Дугача греб, каже Зори. Трюдо сатқындық жасады дейді, бағана премьер-министрлері. Жаппай кедейшілік күтеді дейді бізді. Кедейшілікке аз қалды дейді. Осы ковидке қарсы шаралардың нәтижесі дейді. Барлайды солай. Мандаттарды тоқтаттыңдар дейді. Қорқыныш үрей емес, сенім және бостандық дейді. Бәрі қолдауда. жылғы бостандық конвойын қолдаймыз дейді. Медбикелер, мұғалімдер, тракерлер шығады дейді. Канадалықпыз дейді. Трюдо кетсін дейді. Былайша айтқанда кетсін дегенді ғой. Трюдоны жұмыстан шығарыңдар деген түрі ғой.
fire деген жұмыстан шығару және екі мағына білдіреді, және от деген мағына білдіреді. Трудоны өртейік дегендей ғой. Әрине тура мағынада емес. Өртейік деген жұмыстан қуайық. Балаларға бостандық керек. Орталық ең үлкен көшелерінің бірінде Торонтоның осында да жүріп жатыр. Оттавадағы жүріп жатқан наразылық шеруіне қолдау ретінде халықтар басқа қалаларда да шығып жатыр. Бағанағы конвойды бастаған осы тракерлер осыларға қолдау көрсетіп жатыр. Korkaktan abay bolunlar deydi. Korkak bilip tanып жүріңдер дегендей. Жазу бар. Неше түрлі халық. Солтүстік дегені ақштың солтүстігінде орналасқандықтан True North дейді. Солтүстік деп атайды өздері. Торонтоның полициясын қолдап жатқан жазу сияқты. Торонтоның Finest дегендері сол полицияны айтады. Торонто Finest глобалистер үшін адамдарды ұрмайды дейді. Біз нағыз солтүстікпіз дейді. Шаруаларды, тракерлерді қолдаймыз дейді.
to see you, brother. Thank you. Nice. Bastandық деп жатыр. Репортажды осындайлармен түсіру керек сияқты ғой. Ары бері айналып жүреді. Бастандық дейді. Түсінгенім бойынша бағанағы конвой мына жерге полиция кіргізбей жатқан қаланың күннің басында. Қаланың шет жақтарын, жолдарын жауып, көліктерін тастап, жаяу келген сияқты. Мына жігіт нағыз канадалық шығар. Қыста футболкамен жүреді. Freedom volleyball. I can. Жаңағы азын-аулақ адам дегеннің ағыстырасы ғой. Премьер-министрдің айтқанына айтып жатқаны жазғаны ғой. Міне достар, осымен біздің кішкентай шолуымыз аяқталды. These are our constitutional rights and freedoms. Would you like a copy on this? Is what Trudeau's trying to take away from us. Okay. He's trying to take away our constitutional rights and freedoms with these illegal mandates and illegal vax passes. They're illegal. Would you like a copy? Oh, yeah. For free. God bless you. Thank you. God Have a good bless day. you. Bye. Thank you. Осында Канаданың конституциясын таратып жатыр екен. Көшірмесін біліп жүрсін деп халыққа таратып жатыр. Міне саяси шеру, саяси наразылық деген осы деп ойлаймын. Жақсы бейнесі. Болашақта біз де ақырындап осыған келеміз міндетті түрде. Осымен аяқтаймыз. Кішкене үйге кіріп қоямын, жылытып алайын. Кешкісін тағы бір шығармын. Бірақ енді өзім көріп, кішкене камерамен түсірген бөлек екен, өз көзіммен көріп жүрген бөлек нәрсе екен. Сондықтан кешке енді камерасыз шығамын. Ал қазір бір-екі видео жасап
Бишкекке кайтам. Көрүшкөнчө сау болуңдар. Especially for the kids. Guy was saying they're blocking the road up by Brewer from keeping all the trucks coming in, but they found people up there.